Сәлем достар, бүгін мен адамға бірінші рет жасалған бет трансплантациясы жайлы айтамын. Достар, арнаға қолдау көрсетіп қойыңыздар, видеоға лайк қойып арнаға жазылыңыздар. Алдыда қызықты видеолар дайындалуда. Сонымен қатар қоңырауды басып қойыңыздар, сонда жаңа видео шыққан кезде сіз оны бірінші көресіз. Олай болса кеттік. Кэти Стейблфилд 18 жасында өз бетінен айырылды. Өз-өзіне қол жұмсамақ болғаннан кейін дәрігерлер оның өмірін сақтап қалды, бірақ қазіргі таңда ол мүлде басқа адамның бет әлпетімен өмір сүреді. Кэти ақш-та бет трансплантациясы жасалған ең жас пациент болды. National Geographic журналы 22 жастағы қыздың қалпына келу үшін қаншалықты қиындықтардан өткенін айтып берді. Кэти 21 жастағы қыз. 2010 жылдан бастап Испанияда толық бет трансплантациясы бойынша алғашқы операция жасалғаннан кейін осы операция 40 адамға жасалды. Бірақ америкалық сақтандыру компаниялар бұл трансплантация түрін қамтымайды, себебі ол әлі зерттеу кезеңде деп саналады. Қарулы күштердің қалпына келтіретін медицина институты Кэтидің операция шығынын төледі, себебі институт әскери іс-қимылдарда жараланғандар үшін қалпына келтіретін емдеу түрлерін үнемі жетілдіреді. Кэти өз жасына байланысты және алған жарақаты түріне байланысты өте орынды үміткер болды. Оның доноры 2017 жылы есірткіні артық дозаланғанда өлген 31 жастағы Андреа Шнайдер болды. Дәрігерлер оның кейбір мүшелерін өздеріне қажетті науқастарға трансплантациялау үшін пайдаланды. Донордың әжесі Сандра Беннингтон бетін трансплантациялауға рұқсат берді. Операция жасағаннан кейін донордың әжесі Кэтимен кездесті. Кэтиге операция жасалғаннан кейін өз немересінің бет әлпетін танығанын айтты. Кэтидің айтуынша, ол өзіне өзі қол жұмсау алдында өзінің өмірін есіне түсіре алмайды. Оның туыстарының айтуынша, жасөспірім кезінде ол жиі көшу, сәтсіз қарым-қатынастар және созылмалы асқазан ішек ауруларына байланысты өте алаңдаған. Өз-өзіне қол жұмсау әрекеті нәтижесінде оның бетінің үлкен бөлігі зақымдалған. Оның ішінде мұрын, маңдай мен жақтың бөлігі. Сондай-ақ ми мен көзден қатты жарақат алды. Ол алдымен Миссисипи штатында емделді, содан кейін Теннесси штатына ауыстырылды. Ал ақырында трансплантологияны дамытуда жаңашыл болып саналатын Огайо штатындағы Кливленд клиникасына ауыстырылды. Трансплантацияның алдында Кэти 22 реконструктивтік және пластикалық операциялардан өтті. Онда оның жағы жамбас және 3D мөр көмегімен жасалған материалдармен қалпына келтірілді. Кэти мен оның отбасы мүшелері айтуынша, операция жасауға болатындығын айтқан кезде олар не күтуді білмеді. Мен бет трансплантациясы не екенін білмедім. Ата-ана маған бәрін түсіндіргенде, мен қайтадан бет жүзімен бетпе-бет кездесуіме және қалыпты өмірге қайта оралу мүмкіндігіне қуандым, деді ол. Кэти 1 жыл күтті. 2 донор бір қатар себептер бойынша келмеді. Нәтижесінде 2010 жылдың мамыр айында осы операция жасалды. 2 донор бір қатар себептер бойынша келмеді. Нәтижесінде 2017 жылдың мамыр айында осы операция жасалды. Анасының айтуынша, қызының көшеде өзгелердің оған қадалып қарауды бұл операция жасағаннан кейін аяқталады деп үміттенді. Бастапқыда дәрігерлер бетінің тек бір бөлігін трансплантациялауды жоспарлады. Бірақ содан кейін трансплантатты қабылдамау қаупін азайту үшін донор бетінің көп бөлігін трансплантациялауға шешім қабылдады. Трансплантациядан кейін 3 қосымша операция жасалды. Бәлкім бет пен оның функционалдығын жақсарту үшін одан да көп операциялар жасалады. Ауыздан алған жарақаттар салдарынан Кэтиге сөйлеу әлі де қиын. Өмірінің соңына дейін ол трансплантацияланған бетті қабылдамау ықтималдығын азайтатын дәрі-дәрмек қабылдауға тура келеді. National Geographic сұхбатында қыз жоғары оқу орнына түсіп, психолог болуға үміттенетінін айтты. Сондай-ақ, ол жасөспірімдерге суицид және өмірдің құндылығы туралы айтуға қызығушылық білдірді. Көп адам маған көмектесті, енді мен басқаларға көмектескім келеді, деді ол. Пластикалық хирург Брайан Гасманның айтуынша, операция арқасында Кэти екінші мүмкіндікке ие болды. Ең бастысы, Кэтидің бақытты болуын қалаймын. Бұл ең маңыздысы. Ол азды-көпті қалыпты өмір сүруін қалаймын, деді Гасман. Видеоға лайк қойып, арнаға жазылыңыздар. Айтпақшы, біздің екінші арнамыз бар. Онда сіз Қазақстан жайлы және оның халық сүйген нағыз азаматтары жайлы видео тамашалай аласыздар. Мәселен, Илья Ильин, Арман Оспанов, Мөлдір Мекенбаева, Жалғас Жұмағұлов сияқты отандастарымыз туралы видео әзірленуде. Арнаға кіріп жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше. You can talk to anyone who cannot compare with anything, and because we're so I want you.